Бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 6 тарауының 3 параграфын өтетін боламыз. Тақырыбы судың түсі қандай? Біз бірінші сұрағын оқиық. Мәтіннен негізгі ақпаратты анықтаңдар депті. Бірақ біз мәтіннен негізгі ақпараттарды анықтамай қоямыз. Мәтінді оқып, астындағы сұрақтарына жауап береміз. Ал мәтінді оқиық. Су ғылыми еңбектерде түссіз, иіссіз, дәмсіз сұйықтық ретінде сипатталады. Бірақ халықтың жер суға қойған атауларында ақсу, сарысу, алакөл, қызылкөл, бозкөл, шұбаркөл, қарасу, көксу секілді алуан түстердің кездесуі қалай? Су дәмсіз болса, оны ішкенде қалай сезінеміз? Иіссіз болса, су жағалауына барғанда кеңсірігіміз ашылып, теңіздің, көлдің иісін қалай сеземіз? Қазақстанның жер су аттарын зерттеуші Қойшыбаев зерттеушілеріне зер салайық. Қара сөзі әртүрлі өзен көл атауларымен тіркесіп кездеседі. Мысалы, қарақамыс, қарасор, қаракөл, қаракеңгір, қаратал, қарасу, қаратұз тағы басқа. Мұндағы қара сөзі бірнеше мәнге ие. Жер асты суларынан нәр алатын өзен атауы ұғымын береді. Мысалы, қарақұдық белгілі бір атау. Атаудың екінші бір атаумен салыстырғанда көлемінің үлкен екендігін білдіреді. Мысалы, қараөзек, қаракөл. Кейбір өзен көл атауының құрамында кездесетін қара сөзі ну, қалың ұғымын білдіреді. Мысалы, қарақамыс, ал қара ертіс атауының құрамындағы қара сөзін ғалымдар жер асты суларынан нәр алатын өзен ұғымынан шығарады. Қызыл сөзі де өзен көл атауларынан көптеп кездеседі. Мысалы, қызылкөл, қызылқұдық, қызыл ағаш тағы басқа. Жер су атаулары құрамында кездесетін қызыл мынандай мағыналарға ие: тар шатқал, түбі көрініп жатқан таяз су, жұқа, майда, жеңіл. Кешіріңіздер, дұрыс оқи алмасам, сөздері сәл түсініксіздеу екен, сондықтан қиындауда, сондықтан дұрыс оқи алмадым. Енді сұрақтарына жауап берейік. Ал енді бірінші сұрақ: судың түсі қандай? Екінші сұрақ: дәмі бола ма, иісін сезуге бола ма? Үшінші сұрақ: өзен көлдердің атауларының түрлі түсті болу себебі не? Енді сіздерге үш сұрақтың да жауаптарын айтатын боламын. Бірінші сұрақтың жауабы: судың түсі ғылыми тұрғыда түссіз деп сипатталады. Бірақ жер су аттарында судың түсі әртүрлі болып келеді. Мысалы, ақсу, қарасу, көксу. Ендігісі екінші сұрақтың жауабы: судың табиғаттағы таза түрінде дәмі де иісі де болмайды, бірақ кейбір жағдайдағы судың құрамындағы минералдар мен қоспалар оның дәмін немесе иісін өзгерте алады. Ендігісі үшінші сұрақтың жауабы: жер су атауларының түрлі түсті болуы табиғаттағы ерекшеліктерді судың тазалығын, құрамын немесе орналасқан жерін көрсетуге болады. Мысалы, ақсу су мөлдір таза болғанын білдіреді, қарасу су терең немесе лайлы болғанын сипаттайды, көксу су бетіндегі көгілдір түстің байқалуына байланысты. Бірінші тапсырмамыз бітті, енді екінші тапсырмаға өтейік. Екінші тапсырмада былай депті: көк және ақ түстермен байланысты жер су атауларын топтастырыңдар. Енді жауабын айтатын боламын. Бұл жерде екі кесте сызу кереккен. Біз ақ дегенге ақсу, ақкөл, ақбұлақ деген жазамыз. Көк дегенге көксу, көксебе, көккөл деген жазамыз. Себебі ақтан басталатын сөздерді жазамыз, көктен басталатын сөздерді жазамыз. Өте оңай. Сол. Сіздер екі кестеге сызып істеңіздер, мен екі кестеге сызып істемедім. Бізде достар екінші тапсырмадан кейін ереже тұр екен, бірақ мен алдыңғы видеода сіздерге айтқан болатын тұғын. Мен одан алдын бір видео сағамын, ода есімдік және оның түрлері бар, содан көре аласыздар дегенмін. Сондықтан ережені түсіндірмей өтіп кете саламын. Ендігі бізде үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада айтыпты: деңгейлік тапсырманы орындаңдар депті. Бірінші деңгей: сұрау өсімдіктерін кірістіріп, оқылым мәтініне қатысты 5 сұрақ жазыңдар. Жауабы осы. Енді оқиық. Бірінші сұрақ: судың түсі қандай? Екінші сұрақ: судың дәмі мен иісі бола ма? Үшінші сұрақ: неліктен жер су атауларында әртүрлі түстер кездеседі? Төртінші сұрақ: қарасу атауы нені білдіреді? Бесінші сұрақ: есімдіктер су туралы ақпаратты қалай толықтырады? Осыны жазып аласыздар. Енді екінші деңгейдің сұрағын оқиық. Мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстырып, диалог құрыңдар. Диалогте өздік есімдігін қолданыңдар депті. Міне жауабы.
су түссіз, дәмсіз, иіссіз сұйықтық болып табылады. Алайда жер су атауларында әртүрлі түстер кездеседі. Бұл табиғи ерекшеліктерді немесе судың қасиеттерін сипаттайды. Достар, осыны жазып аласыздар. Енді 3-ші деңгейдікін орындайық. Картадан Қазақстандағы өзен көл атауларында басқа қандай түр түсті білдіретін сөздер кездесетінін анықтаңдар. Жауабы: сарысу, лайлы су. Қаракөл — терең әрі қара реңкті көл. Көккөл — көгілдір су айдыны. Ақсу — таза мөлдір өзен. Осы 3-ші тапсырмамыз аяқталды. Енді 4-ші тапсырманы орындаймыз. 4-ші тапсырмада былай депті: суға қатысты атаулардың ішінен көпшілікке таныс емес кәсіби сөздерді бөліп жазыңдар. Олардың мағынасын сөздіктен қараңдар дейді. Айдын, арал, арна, ауыз су, ащы су, арық суы, ақабы су, ақпар су, ауан су, ботана сел, иман су, мойын су, суат, топан су, тоспа, шұбар су, шығанақ, арасан. Жауабы: айдын — кең жазық су айдыны. Арал — су ортасында орналасқан жер. Арна — өзеннің тұрақты ағатын жолы. Тоста — шағын көл, су толып тұратын орын. Шұбар — түстердің араласуы, түрлі реңдегі су. Бізде 5-ші тапсырмада былай айтылыпты: судың түсі көк бола ма, әлде түссіз бола ма? Тақырыбына пікір алмастырыңдар. Жауабы міне: судың табиғаттағы нақты түсі жоқ, яғни ол түссіз. Бірақ судың түсі оның құрамындағы минералдар мен жарықтың сынуына байланысты өзгереді. Мысалы, терең көлдер мен мұхиттар көгілдір болып көрінеді, ал лайлы суда қоңыр рең пайда болады. Сондықтан судың түсі сыртқы факторларға тәуелді. Ендігісі соңғы 6-шы тапсырмамыз. Бұда былай деп айтылыпты: есімдіктерді қатыстырып, өлеңді өз сөздеріңмен 5-6 сөйлем етіп жазыңдар. Ілиястың даусы деп кімді айтып тұрғанын анықтаңдар депті. Өз сөзімен жазылған мәтін. Ақсу мен үшін ерекше өзен. Оның ағысы қатты, табиғаты керемет. Біз оның жанында демалғанда оның жағалауы тыныштық сыйлайды. Сендер де осындай жерді көрсеңдер, сөзсіз таңданасыңдар. Бұл өзеннің дауысы шын мәнінде ерекше, оны табиғаттың әуені деп атауға болады. Мына жерде қате кетіпті. Ілиястың даусы болып қалған. Ілиястың даусы негізінде бұл өлеңде Ақсу өзенінің даусы табиғаттың музыкалық үні ретінде сипаттау. Автор өзеннің сұлулығын осылай жеткізген. Мынау сурет балдыр-бұлдыр болып тұр, сондықтан дұрысалап ойламадым. Достар, мен мың подписчикке жеткізіп тастау керек. Тез жеткізіп тастайық. Осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар. Және тағы видеоларымды күтіңіздер.